Шымкентте Таза Қазақстан жалпы ұлттық жобасы мен заң және тәртіп қағидатын іске асыру мәселелері талқыланды. Қалалық прокуратураның үйлестірілуімен өткен ведомствоаралық жиында биылғы жылдың алғашқы жарты жылдығы қорытындыланды. Мәселен, 6 айда 570-тен астам рейдтік шара өтіп, 23 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Ал заңсыз қоқыс төккен 188 автокөлік ұсталып, оларға 59 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Әсіресе заңсыз полигондарды анықтауда заманауи технологияның көмегі зор. Заңсыз қоқыс полигондарын жою бойынша бірінші кезекте бізде Қазақстан ғарыш сапары деректеме базасы бар. Сол жақта салынады. Ғарыштан космос снимоктар жүргізіледі. Сол суреттерден біз білеміз, қай жерде бізде қоқыс үйінділері қалыптасқан. Сол қоқыс үйінділерін прокуратураның үйлестіруімен жергілікті әкімдіктер жойып жатыр. Сонымен қатар біз қазіргі таңда әлеуметтік желілерде байқасаңыздар, қаламыздың белсенді азаматтарымен, эко-белсенділермен бірге қосылып рейдтік шаралар жүргізіп жатырмыз. Осы рейдтік шаралар нәтижесінде қоқыс үйінділері жойылып жатыр. Және де барша қала тұрғындарын қоқыс үйінділерін анықтаған жағдайда немесе осы қаламызды ластау фактілері орын алған жағдайда тездетіп құзырлы органдарға хабарлауды сұраймыз. Ғарыштық мониторинг нәтижесінде анықталған 31 заңсыз қоқыс орны бүгінде толықтай тазартылған. Жалпы шаһардың тазалығы мен экологиялық ахуалын жақсартуға жергілікті тұрғындар да белсене атсалысуда. Таза Қазақстан акциясы аясында өткен шараларға 230 мыңға жуық қала тұрғыны қатысып, 1000-нан астам арнайы техника жұмылдырылды. Соның арқасында қала аумағынан 2000 тоннадан астам қоқыс шығарылған. Сонымен қатар қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы да бірқатар ауқымды жұмыстар атқарды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында қоғамдық кеңістіктер пайдалануға берілді, үлкен саябақтар салынды. Сонымен қатар өзендердің арналары абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Жиналыс қорытындысы бойынша жауапты мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылын күшейту және экологиялық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша нақты тапсырмалар берілді.